Құрметті әріптестер, сонымен қатар біздің педагогтердің жалақысын есептеуде педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңы, яғни 2019 жылы 27 желтоқсанда шыққан номер 293. Енді қараңыздар, осы заңның 8 бабында педагогтың материалдық қамтамасыз етілу құқығы, яғни мемлекеттік білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтердің айлық жалақысын есептеу үшін бір аптаға нормативтік оқу жүктемесі берілген. Яғни орта білім беру ұйымдары үшін 16 сағат, ал 18 сағат және техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін. Қараңыздар, бізге мысалы маған 18 сағат берді дейік. Біз жәнегі өзіміздің коэффициентімізді тауып аламыз, соны базалық лауазымдық айлық ақыға көбейтеміз. Мысалы, менің коэффициентім 4,43 дейді. Содан кейін мен аламдағы және 17.697-ге 4,43 коэффициентті көбейтемін. Содан шыққан соманы тағы 2-ге көбейтемін. 2021 жылдан бастап біздің айлық ақымыз 2 есеге ұлғайған. Сондықтан 2 коэффициентке тағы көбейтемін. Содан шыққан соманы аламдағы 16-ға бөлем. Сонда менің бір сағатымның сомасы шығады. Яғни қанша бір сағатым қанша тұратынын есептен шығады. Сол есептен кейін мен соны аламдағы және 18 сағатқа көбейтіп аламын. Яғни 16 сағат бізге сол үшін көзделген. Енді сабақтан тыс спорт сабақтарын жүргізу үшін базалық лауазымдық айлық ақысының 100% мөлшерінде қосымша ақы белгіленеді. Яғни өздеріңіз білесіздер, дене шынықтыру пән мұғалімдеріне арналған. Ол кісілер үйірме деп айтады ғой, осы міне 17.697 теңге төленеді. Мемлекеттік орта білім беру ұйымында сондай-ақ әдістемелік кабинеттер кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогке негізгі жұмыс орны бойынша ғылыми педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінде қосымша ақы белгіленеді. Құрметті әріптестер, бұл дегеніміз айлық ақы есептік көрсеткіш дегеніміз МРП деп айтып жүрміз ғой өзіміз. Осы МРП, яғни 10 еселенген МРП төленеді магистр үшін. Ал енді құрметті әріптестер, МРП әр 1 қаңтар сайын МРП өсіп отырады. Мысалы, былтыр 3600 қанша теңге, 20 теңге болса, биыл мысалы 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3962 теңге ма сондай болып тұр. Сонда сіздерге 10 МРП болғандықтан соны көбейтеміз. 3960 теңгені көбейтеміз 10-ға, сонда сіздерді 39620 теңге. Осылай есептелінеді. Енді осы педагог мәртебесі заңының 12 бабында әлеуметтік кепілдіктер берілген. 3 тармақшасына тоқталатын болсақ, ұзақтығы күнтізбелік 56 күн жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысына жібереді. 4 тармақшасында өздеріне кезекті еңбек демалысы берілген кезде күнтізбелік жылда бір рет кемінде бір лауазымдық айлық ақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы кепілдігі беріледі. Педагогтердің балаларына тұрғылықты жері бойынша мектепке дейінгі орындарында жергілікті атқарушы органдары бірінші кезектегі тәртіппен береді. Яғни балаңыз садикке баратын болса, сіз міндетті түрде бірінші кезекте тұруыңыз керек. 5 тармағына келетін болсақ, ауылдық елді мекендерде кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогке жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша қала жағдайында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтың ставкілермен салыстырғанда айлық ақылар мен тарифтік ставкілер кемінде 25%-ға артырылып белгіленеді. Яғни ауылды жерде жұмыс жасайтын әріптестеріміз 25%-ға артық бізден және қалада жұмыс істейтін әріптестерден артық алады. Ол 25% қалай есептелінеді? Сіздердің және өздеріңіздің коэффициенттеріңізді есептеп шығарып алдыңыз, сағат санына көбейттіңіз, сіздің өзіңіздің функционалдық базалық және айлық ақыңыз шықты дейді. Соны аласыздар дағы, сіз соны 25% тағы да қосасыздар. Содан жергілікті өкілді органдар бекіткен тәртіппен және мөлшерде бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Яғни бұл жылына бір рет беріліп отырады. Ауылда тұрып жатқан әріптестер осындай коммуналдық көрсетілетін қызметтерге деп, коммуналка түсті деп айтып жатады ғой, осындай ақша төленуі керек сіздерге.
13-ші бап тәлімгерлік орта білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін алғаш рет кіріскен педагогтерге бір оқу жылы кезеңде тәлімгерлік жүзеге асырылады. Яғни тәлімгерлікті жүзеге асырғаны үшін педагогке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қосымша ақы төленеді. Ол дегеніміз базалық лауазымдық айлық ақының 100% төленеді. 17.697 теңге төленетін болады. Міне, құрметті әріптестер, осы біздің және педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2019 жылы шыққан 27 желтоқсандағы номер 293 бұйрығына жүгінеміз. Осы жерде көптеген дүниелер айтылған. Енді сіздерге бұны да мен тағы да қосымша беремін. Сіздер өздеріңізге керек, мынау маған дұрыс, мына жер маған керек деген жерлерін өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады.